Ақша ұстап болғаннан кейін қолыңды жу. Ақшаның көбейгенін қаласаң, қызыл әмиян ал. Осындай ақшаға қатысты көптеген наным сенімдерді естігеніңіз бар ма? Жалпы қандай наным сенімдерді білесіз? Комментарийға жазып өтсеңіз болады. Мен сіздерге ары қарай оны қалай негативтен позитивке ауыстыруға болады, сол туралы жазып өтетін боламын. Жалпы бүгінгі біздің тақырып ақшаға қатысты наным сенімдер. Бұлардың барлығы айтқан сайын, қолданған сайын біздің миымызда жалпы ақшаға қатысты блоктар өте көп болады. Жалпы ақшаға қатысты нанымдар деген менің электронды кітапшам бар. Оны да алып көрсеңіздер болады. Ол жерде өте көп мысалдар келтірген. Жалпы бұл видеода мен бірнеше ғана мысал келтіріп өткім келіп отыр. Жалпы ақшадан кейін қолымды жу дегенді мен жалпы өзім бала кезде өте жиі еститінмін. Өйткені ақша кір, оны кім ұстады білмейсің деген сияқты айтатын. Әрине ақшаны ұстағаннан жалпы кез келген далада бір зат ұстағаннан кейін қолды, әсіресе тамақ ішкеннен қолды міндетті түрде жуу керек, өйткені асты сыйлау керек. Дегенмен де бұл фразаны дұрыс қолдана білу керек. Ақшадан кейін қолыңды жу емес, жай ғана қолыңды барып жуып келсең болады. Яғни бұл сіздің дәл сол ақшадан кейін ғана қолыңды жуу керек, немесе ақша ол кір деген ой қалыптаспайды бойыңызда. Өйткені ақша кір деген сайын ақша бізден қаша береді. Өйткені ақша біз үшін ол как негатив нәрсе болады. Сол себептен де оған қатты акцент бермей, қайта қолымды жуған сайын, ақшадан кейін қолымды жуған сайын ақша потоғы көбеюде, ақша маған көп келуде, адал табыс күннен күнге көбеюде деп қайта жақсы позитивке ауыстырған әлде қайда пайдасы өте көп болады. Және екінші наным сенім ол қызыл әмиян. Енді көбісі айтып жатады, қызыл әмиян алсаңыз ақшаңыз көбейеді деп. Бұл жерде мен бір нәрсені айтар едім. Мен дұрыс емес деп айтпаймын. Бұл жерде тек қана корректировка керек. Мысалға, егер сізге қызыл түс ұнамаса, немесе сіз қызыл кошелек көрдіңіз, ол ақша шақыртады екен деп алдыңыз, бірақ сізге оның дизайны ұнамайды, оның иісі ұнамайды, жалпы формасы ұнамайды, ол сізге еш уақытта табыс көзін алып келмейді. Сіз қанша тырмысып еңбектенсеңіз де, себебі адам эмоцияға, әйел адамға ақша эмоция арқылы келеді. Яғни эмоциясы көп болған сайын, мықты эмоциясы көп болған сайын, оның энергиясы көп болады. Энергия ол бізге ең әуелі денсаулық және ақша. Денсаулық болса бізге табыс келеді, өйткені біз шынымен жұмыс істеп, әрекеттеніп табыс таба аламыз. Сол себептен бұл жерде түске емес, кошелектің өзіне қарау керек. Мысалы, оның түсі сары болуы мүмкін, немесе жасыл, ақ болуы мүмкін, бірақ сізге ол қатты ұнап тұр. Мысалы, қызыл тұр және жасыл тұр, бірақ сізге жасыл өте қатты ұнап тұр. Мысалы, немесе золотистый дейміз, алтын түсті. Сіз егерде сол кезде өзіңізге ұнаған емес, жай ғана қызыл түсу үшін алатын болсаңыз, онда ол дұрыс емес. Сізге эмоция сыйлау керек, ол ұнау керек. Сіз оны қолданған сайын, ашқан сайын, сіз одан бір күшті ләззат алған сайын, ол сізге әрине жақсы энергия, жақсы эмоция береді. Міне осы кезде сізге ақша келеді. Осындай сияқты енді наным сенімдер өте көп, оңай ақша келеді, оңай ақша кетеді деген сияқты. Ондай мысалдарды сол кітапшадан алып қарасаңыздар болады. Бағасы бар жоқ 750 теңге, бір круассанның бағасы, немесе бір чокобайдың бағасы ма, не? Бір коланың бағасы. Сондықтан да кітапқа, білімге ешқашан ақша аямаңыздар. Егер кітапшаны алам десеңіздер, WhatsApp номері осы міне жазылған, немесе описанияда прям ссылкасы бар, басасыз и бірден WhatsAppқа өтесіз. Сохранять ету, жазу керек емес. Описание деген осы видеоның астында еще деп жазылып тұрады, сол жақта бар. Және сіз жалпы ақшаға қатысты блогтармен жұмыс жасайын десеңіз, қандай да бір мәселелеріңіз болса, бала тәрбиесінде болсын, отбасы бақытында болсын, консультацияға келсеңіздер болады. Егер Алматыда болсаңыз, офлайнға келуге болады, немесе онлайн өтсеңіздер болады, басқа қалада болсаңыздар, барлық жағынан барынша тырысуға, көмектесуге атсалысатын боламыз. Ал мен бұл кішігірім ғана видео дегенмен де сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Әр уақытта қорытындылай айтатын болсақ, әр уақытта эмоцияға қараңыз. Және әйел адамның эмоциясы, энергиясы жеңіл болған сайын, өмірге бір кез келген майда шүйдеге бір ләззаттанып қарап өмір сүретін болса, ақша энергиясы өте мықты болады. Және ер азаматының да табысы көтеріледі. Ал мен сіздермен әрине қоштаспаймын, келесі көріскенше күн жақсы деймін. Алдағы уақытта тамаша видеолар шықты, айтпақшы қарап көрсеңіздер болады, ақшаны жаратуға болмайды деген тамаша бір видео түсірген болатынмын. Соны қарап көріңіздер, тоже ссылка биода бар. Көріскенше күн жақсы достар.